Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет, жұмсақ ет қосылған нанның қалай жасалуын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап кетіңіздер. Ең алдымен бұл ыдысымызға сүт пен айранды қосып, менде жарты кесе сүт, жарты кесе айран болды, яғни стакан. Сонымен қатар уксус және де ас содасы керек болады. Нан содамыздың үстіне уксус құйып, нан содамызды өлтіріп аламыз да, одан кейін оны сүтімізге қосып араластырамыз. Ары қарай жұмыртқаны, маргарин, мен маргаринді ертіп алдым, тұз қосып, ұн қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз да, оны холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Бізге ол үшін 300 грамм ет, туралған ет немесе фарш, 150 грамм пияз, 150 грамм картоп, дәміне қарай қара бұрыш, тұз қоссаңыздар болады. Осылай барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды осылай екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кішкентайлау етіп бөліп аламыз. Енді қамырды дәл осы видеодағыдай бір бөлігін үлкен етіп, екінші бөлігін кіші етіп жайып дайындап аласыздар да. Духовканың ыдысына пергамент қағаз төсеп, оның үстіне қамырдың үлкен бөлігін төсеп, ішіне салмасын салып, егер салмаңыз майсыз болса, бетіне 10-15 грамм сливочный майды турап қосып жібересіздер. Міне осылай қасықтың көмегімен бір тегіс етіп, әдемілеп жайып шығуымыз керек. Оны 15 грамм сливочный майды майдалап кубикке турап осылай бетіне қоямыз да,
қамырымыздың екінші кіші бөлігін алып бетіне жауып, қолымызбен шеттерін әдемілеп бүгіп шығамыз. Ортасын осылай тесіп аламыз. Одан кейін бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып, бетіне жағамыз да қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут немесе пищевой мак сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне 40 минут уақыт өтті. Біздің ет нанымыз осылайша әп-әдемі болып қызарып, дәмді болып, иісі бұрқырап үйді алып жатыр. Өте керемет дәмді шықты. Сіздер де үйлеріңізде дәл осылай менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, лайк басыңыздар. Әлде тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір менің каналыма тіркеліп кетіңіз, өйткені келесі де қызық видеоларымды бірінші болып тамашалайсыз. Мені қолдап отырған көрермендеріме алғысымды білдіремін. Келесі видео рецепттерімде кездескенше сау саламатта болыңыздар.